ақш мемлекеттік хатшысы еліміздің Жусан операциясы аясында таяу шығыстағы қақтығыс аймағынан өз азаматтарымызды қайтарған жоғары бағалады. Ол еліміздің Ауғанстанда бейбітшілік орнатуға, экономика мен адами капиталды жақсартуға қосқан үлесіне тоқталды. Мейманның бұл сапар жайлы отандық сарапшылар да өз ойларымен бөлісіп жатыр. Осындай ірі саяси тұлғалардың мемлекетімізге келуі бұл әрине біздің қазіргі таңдағы, яғни мойындалған, дамыған, яғни middle power деп айтатын болсақ, мысалы терминмен, яғни сондай деңгейдегі мемлекет ретіндегі дамып жатқанымыздың белгісі. Яғни бұлдай сапарлардың елімізге беретіндігі осы екі жақтағы қарым-қатынастардың осы қазіргі жағдайын нақтылап, сол қазіргі жағдайына ары қарай да баға беріліп, және де алға жоспарлар қою. Алпауыт ақштың сыртқы саясат ведомствосының басшысы Майкл Помпео, Ресейдің жаңа үкімет басшысы, жалпы қай-қайсысы болсын үлкен державаның бір белді саясаткерлері. Дегенмен сарапшылар Орталық Азияда Қазақстанға әлемдік державалардың ерекше зейін қойып назар аударып отырғанын айтады.